Бүттерінен не екенін білесіңдер ма? Жоқ, қанбеш көрейінші. Бұны кеше ағам интернет магазиннен сатып алып, мен бұны сендерге көрсету үшін әкелдім. Бұл электронды темекі. Қанбеш көрейінші, не ол? Тоқта бауырым, бұл не екенін енді есіме түсті. Кеше оны мен жаңалықтардан көрген тұғым, бұл өте зиян нәрсе деп айтатқан жаңалықтарды. Соңғы кездері жастар арасында электрондық темекінің тың түрі белең алуда. Вейп немесе электронды шылымды көшеде мектеп жасындағылардың да ұстап жүргенін көруге болады. Аулақ бірін. Бұл зиян емес, бұл сен бұны зиян екен қайдан білесің? Бұл кәдімгі темекі емес, бұл электронды темекі ғой, бұл зиян емес. Бауырым, мен бұны кеше жаңалықтардан көргенім деп айтып тұрмын. Бұның кесірінен қазір көптеген адамдардың өкпесі шіріп, қан тамырлары жарылып жатыр. Еще білесің ба, осының кесірінен қазір Америкада 500-ден астам адам өмірден өтті. Осыдан кейін сен маған бұның зиян емес екенін қалай дәлелдей аласың? Сен білесің ба, бір күннің ішінде уже 2 қылмыс жасап отырсың. Біріншісі, сен бұны ағаңнан рұқсатсыз алдың. Екіншісі, сен бұның кесірінен біздің бәрімізді жаман әдетке балып жатсың. Бауырым, сен бұныңды ал. Бұл өте зиян нәрсе. Қолданба бұны. Бауырым, сен дұрыс айтасың, мен бұны зиян екенін білмедім, мен жай қызық үшін алдым бұны. Сенікі дұрыс, мен қателестім. Өз болашағымызға балта шаппайық.